Сәлеметсіздер ме, құрметті менің оқырмандарым, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай өте дәмді болып шығатын, қамырына ешқандай да жұмыртқа, ашытқы қосылмайтын, тез дайындалатын барамыш рецептісімен бөлісемін. Солтүстіктің қызы болған соң бұл рецептпен бөліспеу мүмкін емес, себебі біздің жақта құда күткенде сый қонақтардың алдына тартылатын ең дәмді піспелердің бірі деп айтсам болады. Ал ендеше көп созбай жасалу жолына көшейік. Ең алдымен бізге малдың піскен ішкі қарны керек, және бір пияз керек болады. Егер ливерді ұнатпасаңыз, орнына картоптан пюре қоссаңыз болады. Одан кейін қамырына сүт, тұз, сұйық май және ұн қажет. Бірінші салмасынан бастайық. Пиязды ашып, жуып, осылай ұсақтап турап аламыз. Енді табамызға кез келген бір қасық майды саламыз. Менде сары май ергеннен кейін пиязды салып, қатты қызартпай, жай ғана араластырып тұрып қуырамыз. Оған енді жаңағы ет татқыштан өткен ішек қарынды салып, дәміне қарай тұз, қара бұрыш қосып араластырып, кішкене қызарғанша қуырамыз. Бір келкі әдемі түс болып қуыру үшін араластырып тұруды ұмытпаңыздар. Міне қуырып алдық. Енді суы үшін бөлек ыдысқа аударып аламыз. Келесі кезекте қамырына көшейік. Қайнамаған жылы сүтті таза ыдысқа құйып, оған тұз және сұйық майды қосып араластырып аламыз. Енді оған илеуіштен өткізілген ұн саламыз. Ұнды көп салып жібермейміз, бізге қамырдың жұмсақ болып тұрғаны керек. Аздап салып, араластырып, қажетінше ұнды салып тұрамыз. Сол үшін ең алдымен қасықпен ыңғайластырып, қамыр жиналған кезде қолмен басамыз. Міне қамырымызды бір келкетіп жинап алдық. Көріп тұрғандарыңыздай қамырымыз осындай жұмсақ болу керек. Енді осыны салафанға немесе бетін бір ыдыспен жауып, 10-15 минутке иі қанғанша демалдыруға қоямыз. Уақыт өткеннен кейін тағы бір басып 5-10 минутке қайталап қоюға болады. Міне қамырымыз жақсылап демалды. Енді оны екіге бөліп, бір жағын алып, жұмыс столымызға ұн сеуіп, оқтаумен жаямыз. Қамырдың жұқалығы манты немесе бешбармаққа жайғандай жұқа қыламыз. Ол дегеніміз қамырдың астындағы дастархан көрініп тұру керек. Қамырымызды осылай толықтап жайғаннан кейін кез келген форманы алып, қамырды дөңгелектеп кесіп шығамыз.
Енді бір дөңгелегімізді алып, оған бағанаға дайындап қойған ішек қарынды саламыз да барлығын шетін қысып өреміз. Видеода барлығы анық көрсетілген. Міне барлық барамыштерімізді өріп қойдық әдемілеп. Енді олар қуырылуға дайын. Ол үшін кастрюльге кез келген майды саламыз. Менде жартылай сұйық май, жартылай малдың майы. Май қатты қызарғаннан кейін екі жағын қуырып аламыз. Тез қуырылады, қатты күйдіріп алмаңыздар. Осымен тәбетті ашатын барамыштеріміз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын, аман сау болыңыздар.